таңдантып, тыңдарманды тақылдаймын, болмасам да мен өзім ақындаймын. Өрнектеп көркем тілмен сөз өнерін, осылай ақындыққа жақындаймын. Әдеби мұраларды бойына сіңірген, сөз құдіретін түсінетін, өз ойын еркін жеткізе алатын поэзия мен проза саласында қалам тербеп, қаламы мен талабын бірге ұштап жүрген жас қаламгер үйірмесінің ұраны осындай. Біздің мақсатымыз жас қаламгерлердің шығармашылығына деген құштарлығын арттыру арқылы жеке тұлғаның еркін дамуына жол ашу. Әдебиет теориясынан түсінік бере отырып, поэзия саласында өлең шығарудың мазмұны және мағынасымен бірге ұйқасына мән беру. Ал әңгіме эссе жазу кезінде шығарма тілінің көркемдігіне, көркемдегіш құралдарға назар аудару керектігі түсіндіріледі. Және түзету жұмыстарын өздеріне тапсыру арқылы сыни ойлау дағдыларын жетілдіреміз. Нәтижесінде 11 сынып оқушысы Сейпиш Иманғали, 10 сынып оқушысы Ахметжан Аяужанның туындылары көркем тілді ерекшеліктері мен мән-мағынасы мен үлкен жетістіктерге жетуде. Шығармашылық ізденістері қуантады. Ал ана тілінің құдіреттілігін түсіне біліп, ойын еркін жеткізе алатын гүлімнің көркем туындылары Facebook желісінде жарияланып, жоғары бағаға ие болды. Өзге ұлт өкілі болса да, қазақ тілінің қара өлеңімен сусындап жүрген Алинаның сөз саптауы мен өнерінің орны ерекше. Өзі кішкене болса да, талабы таудай 3-ші Г сынып оқушысы Аружанның талабы мен қадамына сәттілік тілеп, талабыңа нұр жаусын дейміз. Үйірме мүшелерінің қаламдарынан туған туындылары жинақталып, баспасөз беттерінде жарияланған. Топтама жинақ дайындалу үстінде.